Барлықтарыңа сәлем. Бүгін бізде эфирде Рахметуллаева Жансая. Саламатсыз, Жансая? Сәлеметсіздер ме? Біріншіден өзіңіз жайлы кішкене айта кетесіз бе? Сәлеметсіздер ме? Мен есімім Рахметулла қызы Жансая. Ұлытау облысы Сәтбаев қаласынан боламын. 1996 жылы туылғанмын. Осы Сәтбаев қаласында жұмыс жасап, осы жақта тұрмыстамын. Мастер рестлингпен айналысамын, және де мастер рестлингпен балаларды, ересектерді, ерлер мен әйелдерді дайындаймын. Мастер рестлингпен қашан және қалай айналыса бастадыңыз? Мастер рестлинг менің өмірім. Бар уақытымда мастер рестлингке арнадым. Осы спорт өзіме бір көргеннен ұнады. Мастер рестлингпен 24 жылдың сәуір айынан бастап айналысамын. Бір жылдай уақыт болды. Мастер рестлингке кездейсоқ келдім. Инстаграм желісінен өзімнің туған әпкем жарыс болатынын жіберіп, Жансая, өз-өзіңді сынап көр, өз-өзіңді байқап көр, сен мықтысың, сен қолынан келеді деп жіберген болатын. Былтырдан бастап, сол сәуір айынан бастап жарысқа қатысып, қазіргі уақытқа дейін айналысып келемін. Бұл спорт түріне деген қызығушылығыңызды не оятты? Бұл спортқа деген қызығушылығым жеңіске деген жігер, ынта, жеңіске жету деген мақсат. Бұл спорт түрі өзі ерекше спорт түрі. Қазақстанда бұл спорт сияқты спорт түрі жоқ деп айта алсам болады. Бұл спорт әлем бойынша жақсы дамып келе жатыр. Осы спорт арқасында облысымызда, барлық Қазақстанда жақсы дамып келеді. Бұл спортта өзім әлемді бағындырғым келеді. Мастер рестлингтің басқа спорт түрлерінен айырмашылығы неде деп ойлайсыз? Мастер рестлингтің басқа спорт түрінен айырмашылығы, мастер рестлингте барлық дене мүшесі жұмыс жасайды. Қол, аяқ, бұлшық еттері мықты болу керек. Басқа спортқа қарағанда ерекше спорт. Мастер рестлингте икемділік керек. Мастер рестлингте шыдамдылық керек. Шыдамдылықты талап ететін, икемділікті талап ететін спорт түрі. Жаттығу процесіңіз қалай өтеді? Біздің жаттығу процесіміз бірден басталмайды. Ең алдымен жаттығу процесімізде денемізді қыздырамыз бірінші. Дене қыздырғаннан кейін арнайы мастер рестлингтің созылу жаттығуларын жасаймыз. Ешқандай жарақат, зақым алып қалмас үшін созылу жаттығуларын арнайы жасаймыз. Жаттығу процесіміз одан соң аптасына 3 күн болады. 2 күн сілтемір көтеру болады. Қол және бұлшық ет, аяқ-қолдың бұлшық еттерін дамытамыз. Сосын аптасына 1 күн тақтада жұмыс жасаймыз. Айла тәсілдерге үйренеміз. Техника, тактика, приемдарды үйреніп, соларға жұмыс жасаймыз. Келесі сұрақ, жарыс кезінде немесе жаттығу барысында кездесетін ең үлкен қиындықтар қандай? Жарыс кезінде кездесетін қиындықтарды байқамадым. Ең бастысы қорқыныш сезімін жеңу. Қарсыласқа шыққан кезде қарсыласты төмен бағаламау қажет. Әр спортшы өздігінше мықты болып келеді. Әрқашан спортшыны сыйлап, жаңағыдай өзін психологиялық, эмоционалды, жақсы көңіл күйде болу керек. Барлық жағдайларды, проблемаларды ысырып қою керек ол моментте. Ең бастысы жеңіске жету деген ынта болу керек. Сіздің ойыңызша, мастер рестлингте жеңіске жету үшін ең маңызды қасиет қандай? Мастер рестлинг жеңіске жету үшін кейде көбісі айтып жатады ғой, оған повезло деп жаңағыдай. Негізі әр спортшы әр жарысқа өзінше дайындалады, өздігінше дайындалады. Жаттықтырушының мотивациялық сөздері қажет деп ойлаймын. Жаттықтырушының сені мотивациялық, психологиялық қолдау көрсетсе, әр спортшы жеңіске жетеді деген үміттемін. Ешқашанда спортшыны кемсітіп, артқа шегіндіріп,
шегіндіруге болмайды. Әрқашанда алға жетелеу керек, әрқашанда мақтау керек, әрқашанда мотивация беру керек. Оның бәрі тек спортшыға ғана емес, жаттықтырушының өзіне байланысты, тікелей байланысты болады. Енді ең есте қалған жарысыңыз немесе қарсыласыңыз туралы айтып бересіз бе? Есте қалған ең алғашқы додам ол 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары Астана қаласында өткен. Ол әлемдік деңгейдегі жарысқа әлемнің түкпір-түкпірінен мықты мас рестлерлер келді. Әр қарсыласым өзіндігінше мықты болды. Ешкімді осал болмады деп айта алмаймын. Бәрі мықты. Есте қалған сол 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары. Ол менің ең алғашқы әлемдік деңгейде өнер көрсеткен додам болатын. Өкінішке орай, ол жарысқа мен психологиялық деп айтсам да болады, және де шамалы жаттығулардан да тоже кішкене нелер болды, қиындықтар болды. Сол себептен жеңіске жете алмадым. Бірақ алдағы уақытта әлемдік деңгейде Азия чемпионаттарына қатысамын деген үміттемін. Қазақстанда мас рестлингтің дамуын қалай бағалайсыз? Қазақстанда мас рестлингтің дамуын өте жақсы бағалаймын. Қазірдің өзінде 10-нан аса облыстың ішінде мас рестлинг представительстволары, үйірмелер бар мектепте. Мас рестлинг жақсы дамып келе жатыр. Біздің облыста мас рестлинг жақсы дамыған. Жезқазған және Сатпаев қалаларында, Жезқазған қаласында Әбдіхамит Асқар, Сатпаев қаласында мен өзім жаттықтырушы болып жұмыс жасаймыз. Екеуміз екі жақтан бірлесе отырып, мас рестлингті дамытып жатырмыз. Басқа облыстарда да, Қостанай облысында, Алматыда, тағы басқа облыстарда өте жақсы дамып жатыр. Мас рестлингпен айналысып жатқан ерлер, әйелдер, балалар, оқушылар қазірдің өзінде біршама сандары көбейіп жатыр. Жастарды бұл спортқа тарту үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Жастарды бұл спортқа тарту үшін мас рестлинг жайлы жақсы түсінік беру керек, және де студенттер арасында, жастар арасында презентациялар ұйымдастырып, мас рестлинг жайлы қандай спорт, ол мас рестлинг несімен ерекше, сол жайлы түсінікті дұрыс алып келу керек. Және де қазір біз жұмыс жасап жатырмыз. Мектептерді және де студенттерді осы спортқа шақырып жатырмыз. Олар қазірдің өзінде біз Ұлытау облысында балалар және студенттер осы мас рестлингпен уже қызығушылық пайда болды, қандай спорт, және алда келе жатқан AGT Global турниріне өте қызығушылығымен қарап жатыр. Бәріне қызық, қандай спорт екенін, бұрын сонды бұл спортты көрмеген, естімеген. Сол үшін қызығушылықтары артып жатыр. Жаңа бастағандарға қандай кеңес берер едіңіз? Жаңа бастағандарға қорықпаңыздар, әрқашан жаңа бастамадан бастауға қорықпаңыздар. Мас рестлинг спортына келіңіздер. Мас рестлингтен қазірдің өзінде қалалық жарыстар болып жатыр, республикалық турнир, ел чемпионаттары өтеді, әлем, Азия чемпионаттары өтеді. Сол жарыстарға қатысуға үлкен мүмкіндік ала аласыздар. Өзіңіздің күш-жігеріңізді, мықтылығыңызды дәлелдеу үшін осы спортқа келу керек деп ойлаймын. Әрқашанда еш нәрсені алғаш бастауға қорықпау керек. Біздің турнир жайлы не айта аласыз? Астана қаласында өтетін AGT Global турнирі алғаш өтейін деп жатыр. Бұл турнирде әлемнің түкпір-түкпірінен келетін балалар мен студенттер келеді. Соның ішінде осы Қазақстан Республикасының студенттер мен балалары үлкен жетістікке, үлкен нәтиже көрсетсе деген ойдамын. Бұл турнир балалардың спортқа деген қызығушылығын ашады. Және де балалардың әлемдік деңгейде өнер көрсетуіне бір қадам жасайды.
бүгінгі біздің интервьюда болғаныңыз үшін рахмет. Келешекте көріскенше сау болыңыз. сау болыңыздар. Көп рахмет сіздерге.